Әкем кетіп қалды Алматыға. Иә, түсте шығып кетті. Балам, сен ұрлығы жасауын тоқтат. Түбі сені жақсылыққа апармайды ол. Әкең екеуміз саған үлкен үміт артып отырмыз. Үйдің жалғызысың. Әлі де оқу орнынан документ тапсыруға уақыт бар. Мам, оқым келмейді мен. Әкем де бір жұмысқа кіргізіп берсе болады ғой. Енді әкең тырысып жатыр. Диплом болса әлде қашан кіргіздер еді. Сонда да балам, университет қарастырайық саған, а? Ой, мам, тағы бастадыңыз ба? Оқым келмейді мен. Жаттым мен. Қайырлы түн. Мә, ақшаны қалған осы. Продукты анамның заттарыңа өніп жеткіз. Сосын ана балаға көптеп ақша бере бермеш. Құлығып көтерді. Онсыз да шашын да ағарып бітті сол болақ. Жарайды. Алматыға ертең шықпадың ба? Жоқ, бүгін шығу керек. Жұмыстағылар звондап шақыртып қоймай жатыр ғой. Келмесең болмайды деп. Ердос, сені ұрлық деген бәле қаяқтан жолап жүрсің? Мен саған айтайын, бұл харам тапқан ақшаңнан бір тірлік өнбейді. Бір дұрысырақ жұмыс тауып, сол ертең отбасыңды асырайтындай бір жұмыспен айналыссайшы. Сен әкең ұры болмаған ғой. Сен қаяқтан жолап жүрсің бұл кәсіпке? Мен саған айтайын, бауырым, бұл ұрлық деген нәрсе саған ертең нан болмайды. Одан қайта дұрыс тауып, бір жұмыс тауып, отбасыңды асырайтындай нәрсе қыл. Мен саған айтайын, тағы да айтайын. Ұрлық түбі қорлық болады, бауырым. Бауырым, қалайсың? Жақсы өзі. Шүр. Жолам, 2 күн көрмей ішіп пісті өзіңді. Батайық шығарып алдың ба? Бүгін азындап шыққан. Мына фокусым өтпейді жүр, бауырым. Родной, в одиночку ұрламасай. Менттерді сатпай кетуге болады еді ол жерде. По-любому ғой, бір өзің болған екен, бәрі сені қуалайды ғой. Үйдегілер квартира тауып па? Ақтау или Астана. Квартира тауылса сразу кетем ғой. Так что, кеткенге дейін тірлік істеп қалайық. Не істеп жатсың өзің? Жүрсей. Братишка, 2 күнде телефонды қойып тастайсың. Болмаса мына сағат менде қалады. Түсіндің ба? Түсіндің ба дейме? Тимур? Брат. Осы жұмыс тастасақ қайтеді, бауырым. Жоқ, отказ беріп отырсың менің уже. Нормальный жұмыс тауып жатқанымыз бар, бауырым, саған қараш. Ердос, бізге қандай нормальный жұмыс бар дейсің? Жайлап өйстіп көтерілеміз. Кейін по-крупному жұмыс істейміз. Кейін қаладағы артықтар бізбен санасатын болады. Мүмкін, бауырым. Брат, бұл өмірді мәңгі өмір сүрмейміз. Қазірден өзіміз сынап қалмасақ, ертең 80 теңгеге таксиға кетіп жүреміз.
Ол жақта камера бар емес пе еді? брат, бұл апта олар камерасын ауыстырып жатыр. Бізге конкретно повезло оған. Тағы сол қолға жолайын жоқ. Салмайсың. Ертең жетсай қолда мажориктер жиналады. Мадина дегенде қыз келеді өрге. Кім ол Мадина? Бизнесмен қыз ше. Всегда көкірек болып жүреді. Сумкасының өзі 200 теңге тұрады. Ұрласа, бір ай дем аламыз. Істейміз ба? Көреміз болар ойланып. Ассалаумағалейкум. Ой, алдым бауырым, қалайсыздар ма? Жақсы өздеріңіз. Қалай жұмыс болып жатыр ма? Сол, осы магазинде аламыз, сатамыз, бала шағаны қам. Бір өтінішпен келе маған сізге. Иә, Маған бір 300 теңге керек болып тұрады. неге тыныштық па? Тыныс сол жұмысқа кіруге ғой. Бауырым, сенен аяғыңды ит жесін. Шыны керек қой. Мен ақшаның барлығын жинап товарға беріп жіберген едім. Жақында товар келеді. Сен қаласаң, менің қолымда істе. 3-4 ай істесең, 100 теңгені аласың. Бұнда телефоннан келмейтін білесіз бе? Ай, бауырым. Оңай жерде нан жоқ. Онда былай қылайық. Мен Россиядан товар күтіп отырмын. Сол товар келсе, мен сатып, сол ақшасы не қылған екен, қолға тиген екен, көмектесер. Жоқ, маған жақын арада керек еді. Бір 2-3 күн шамасында. Мейлі, басқа біреуден сұрақ көремін онда. Жақсы аға, кішкене асық ұстауын. Шай ішеміз. Келесі жол келемін ғой. Бизнесмен қыз ше. Сумкасының өзі 200 теңге тұрады. Ұрласа, бір ай дем аламыз.